Саламатсыздар ма, құрметті менің оқырмандарым. Бүгін мен сіздерге бір сумочка, қазір не дейді, хит болып жатыр деген сумочка бар. Ерке сылқым дейді біреу, біреу басқаша атайды. Сондай сумочканың тігілуін көрсетпекшімін. Мынандай 6 бұрышты 2 А4 парақшасынан дайындап аласыздар. Барлық жағы 6 қабырғасы 16 сантиметрден. Осыны дайындап алып, лекала дейміз ғой, енді сол лекаланы дайындап аласыздар. Енді соны негізгі матасы мынандай матовый велюрдан дайындап жатырмын. Сырты, сумочканың сыртында. Енді осы лекаланы қойып, мәнекей сызып, қазір қырқып аламын. Бұл өзі 4 лекаладан ғана дайындалатын сумочка. Енді былайша айтқанда, бой жеткен қыздардың ұстайтын сумочкасы, бірақ қазақи нақыштағы. Ою саласыздар ма, жоқ етіне өрнектер саласыздар ма, қазақи нақыштағы сөмке, қазақша айтқанда. Міне мына ұқсап, мынау қазір 6 қабырғамыз, бұл табандығы, табаны, сумочканың табаны. Енді осыны сызып алдым. Негізгі матама мынау жасыл түсті матовый велюр. Қазір осыны қырқып алайын. Лекаласында А4 парақшасынан дайындап алдым. 4 лекала, соған негізгі матасын қойып қырқып аласыздар, сосын астарлық матасын қойып қырқып аласыздар. Каналымнан алыстамаңыздар. Осы менің істегенімді істесеңіздер, мынаның қандай сумка шығатын көресіздер. Міне осы 6 қабырғалы лекаланы қойып, негізгі матасын қырқып алдым. Енді енді 16 сантиметрден бір 4-5 миллиметр артық болуы мүмкін.
бірақ ол артықтарын сәл кесіп алуға болады. 1-2 миллиметр ол деген, және 5-6 миллиметрген ол деген іштен кетпейді. Міне мынау астыңғы бөлігін қырқып алдым, негізгі матасын. Енді осы алты қабырғалы табандықтың лекаласын қазір көрсетем. Мынау клапаны, қақпағы, сөмкенің қақпағы мынау. Сөмкенің қақпағында осы жасыл түстен дайындайын деп отырмын. Табандығын, мына клапан қақпағын осындай жасыл түстен дайындаймын. Енді былайша айтқанда бұл комбинированный сумочка болайын деп тұр. Екі бүйірін мынандай не дейміз? Біздің мынау немізді, алты қабырғалы немізді тура ортасына келтіріп арғы шетін бүктеп аламыз. Сонда мынау екі бүйірі болады. Міне көрдіңіздер ме? Екі бүйірі болады. Сонда бізге екі ақ лекала қажет. Түсіндіңіздер ме? Мынау тура ортадағы екі бұрышқа арғы шетін әкеп, шетін соған турлап қоямыз. Енді осыдан екі бүйіріне екі не дайындаймын. Осы лекаланың бойымен екі жаңағы бүйірін дайындаймын. Бұл мынандай түстен болатын болды. Күлгін түс деп айтамыз ба? Осындай түстен дайындаймыз. Осылай дайындап аламыз. Екі бүйіріне осындай күлгін түстен екеуін дайындаймыз. Қазір сіздерге шамалы жылдамдау көрсетейін. Міне бір бүйірін дайындадым. Енді екінші бүйірін дайындаймын қазір. Мына уақыт көп кетіп жатыр. Сол үшін жылдамдау көрсетіп жатырмын.
Міне осындай 4 неден дайындап алдым. Негізгі матасы мынау фетр. Ішіне фетр саласыздар. Сумканың қатты болып шығу керек қой. Енді осы фетрді және осындай 4 бөлігін дайындап аламыз. Мынау бүктелген жерін ашқаннан кейін бұл табандық болады. Тағы да базарда болады бұның. Неше түрлі фетр болады. Енді, енсіз фетрлар. Сол өз мата сататын жерлерде болады. Бұл фетрдің ені 1,5-2 миллиметрлігін ала беріңіздер. Міне қазір табандығын дайындап жатырмын. Бұны да сәл жылдамдау көрсетейін. Міне табандығын дайындап алдым. Енді 2 бүйірін дайындаймын. 2 шеті дейміз бе? Екі бүйірін дайындап жатырмын фетрдан. Бірталай 2 қабаттап алдым. Міне 2 бүйірін дайындап алдым. Мына негізгі матадан 4-еуін. Мінекей фетрдан 4-еуін дайындадым. Енді бұған астарлық мата керек. Астарлыққа маталарын астарлық матаға мынандай бамбук мата алдым. Жұмсақ. Бұны да тура сол 4 деталды бамбук матадан кесіп дайындап аласыздар. Жылдамдау көрсете берейін. Мен табандығын дайындап алдым. Енді 2 бүйірін дайындаймын.
1-2 миллиметр артық кем болса іштен кетпейді. Ол жерлерін қырқып турлап жіберуге болады. Міне бұдан 2 бүйірін дайындадым. Негізгі матадан және фетрдан және астарлық матадан 4 түтуден дайындап аласыздар осылай. Тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз. Құрметті менің оқырмандарым, міне бәрін дайындап алдым. Келесі видеомда осыны ары қарай жалғасын көрсететін боламын. Мінекей 4 түтуден бәрін дайындап алдым. Осы 2 лекала, міне көрдіңіздер ме? Сол 2 лекаладан дайындаймыз.